Ассалаумағалейкум достар. Авиата дейді, енді менің көп риза болмайтыным қазір билеттер өте қымбат болып кетті. Мысалы мен Алматыдан ұшқым келді мысалы, бірақ кәдімгі Атырауға ұшқым келді, бірақ көріп отырсыздар, бағалары удай, көріп отырсыздар деген, как көрейік. Қашанға таңдадым мен. Мысалы маған бір 26-сына ұшып кету керек дейік, мысалы бір шаруалар шығып қалды, көрейік. Міне достар, бағалар менше удай сияқты. Эйр Астана вообще әкесінің құны сұрап тұр. Эйр Астана түсінбеймін, адамның жалақысы 70 мың, мысалы средний Қазақстанда егер санасам 70 мың мен 100 мың аралық. Сонда адам өзінің зарплатасын вообще логикаға қонбайтын нәрсе. Мынау неге арзан, қуанатын жағдай, бірақ пересадкамен бұл жерде. Міне пересадкамен көрейік. Одан кейін Ақтауға, сосын барып Ақтаудан Атырауға. Бұл прямой 70. Қымбат өте билеттер. Қазақ Эйр деген бар. 44 мың өзі удай. Достар, бұл да минимальный, былай қарасаң, адам пересадкаға отырғысы келмесе, мысалы 76 мың, 45 мыңнан, мысалы округлять еткенде 90 мыңға дейін барады. Достар, бұл не ой? Келесі көрейік. Мысалы Атырау жақын жерге, Нұрсұлтанға қалай болады? Нұрсұлтанға 2-ның бірі ұшады. Эконом. Ең экономны таңдап отыр. Бірақ Нұрсұлтанға бір жақсысы, бағасы қолжетімді. Қараңыздар. Бірақ тиіп тұр ғой, 15 мың, 13 мың. Fly Arыстан мысалы Атырауға мүлдем отказ беріп отыр ұшуға. Мен білмеймін, Fly Arыстан ең қолжетімді баға. Бір жақсысы прямой, самый дешевый быстрый 12 мың дейді. 1 сағат 40 минут. Мен ойлаймын, тек қана ол Астана емес, бүкіл Атырау болсын, Орал болсын, бағаны қолжетімді қылған дұрыс деп ойлаймын мысалы. Сондықтан бұл үкіметтің қолында тек, себебі ол бәрі частниктерді болғаннан кейін, ол частниктер олай жасамайды. Қазір кішкене мен ойым басқа нәрсеге алаңдап отқан сияқты шамасы да. Так, көрейік, найти. Ақтөбеге ұшып кеткім келеді. Неге мен 26 ұшып кетіп басынан 26 емес? Мысалы мен алдын ала марттың мысалы бір ай бұрын алып көрейік. Мысалы 24-не ұшқым келеді. Ого, қараңыздар, қандай апардан билеттер. Пересадканың өзі 40 мың, ал Атырау деген без пересадка. Достар, кәдімгі қалай ашуланбайсың маған? Жарайды, қанша болу керек те 20 мыңнан кем дегенде 20-25 мың аспау керек. Ол Қазақстанның іші. Бір ай бұрын достар, бір ай. Міне 24 мартқа пересадка деген 18 сағат, 22 сағат, тіпті 22 сағаттың өзі қараңыздар, міне 49 мың теңге берді достар. Кәдімгі ашуланатын жағдай, достар. Не айтасыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Видео шығарам десем, көп былай айта берсең. Кәдімгі мен өзім зарплатым 80 мың, мен сонда тең жарты зарплатымда бір какой-то максимум 4 сағатқа қалай қия мен? Или ограничение қойып тастау керек. Заты 10 килограммнан аспау керек. 25 мыңнан ал, пожалуйста. Бәрі келсет. Көп затың бар ма? Пожалуйста, бар. Үш. Самолет 2 күнімен бар. Поездбен бар, асықпай. Осы достар, біліп жүремін, жазыламыз, лайк басамыз. Көп ештеме айта берсем, көп, 1-2 сағат созылып кетеді. Мен сол құрметті үкімет басшылар болмайды. Қазақстандықтар сіздер сияқты халық ондай ақша таппайды. Мұғалімнің өздері де бір максимум 150 мың табар. Бірақ мынандай ақшасын қимайды, мен одан да тамақ алам дейді.